Менің атым Гүлім, және мен бірінші жұмыс күніне кешігіп бара жатырмын. Ей, сен, бейшара, не істедің, аяқ киімді құрттың ғой? Сен өзің көріп тұрсың ғой, мен жүгіріп бара жатқанымды. Неге көзіңе қарамайсың? Сен білесің ба бұның қанша тұратынын? Айтшы, қанша теңге тұрады, саған жібере салайын. Гүл, сенің өміріңнен қымбат тұрады. Давай, кетір мынаны. Сен маған серьезно сүрт деп тұрсың ба? Қалай сүрттің? Сүртесің ба, жалайсың ба, бірден кесте кетір мынаны, мен бұны Италиядан алғам. Сен мені танымай тұрсың ба, кім екенімді? Мен сені танитындай, сен кім? Қайрат Нұртас па едің? Кетір, білмеймін, бірден кесте. Жарайды, сүртейін. Танымайды екенмін сені. Осыдан тауып алайын, көкең танысам. Бірақ қана қадам қалды. Жаңа жұмыс орны және өмірімнің жаңа беті. Так, режиміңіз жақсы екен. Біздің ноу-ноу-флоустан стажировкада өтсеңіз болады бүгін. Шын ба? Маған бұл жұмыс өте қатты қажет. Бірақ бізде соңғы шешімді басы қабылдайды. Аз үйретіп айтайын, басы өте қатал кісі. Аха. Дөрен сапары кешкенді. Бұл кім? Танымайсың ба не? Samsung Kia корпорациясының бас мұрагері. Танимын мен оны. Және бір қызық айтайын ба? Мына кісі біздің басы. Ей, қайқа кеттің? Шынайы сезім арамызда, кешір жаныма қолымнан ұста, қиындық болса да жолымызда. Және бір қызық айтайын ба? Мына кісі біздің басы. Ей, қайқа кеттің? Сен мені аңдып жүрсің бә? Сталкер. Парктен бері мына жерге дейін келіп, я? Озабоченный извращенец. Басым істейма? Бұл біздің басы қой. Бастық? Не істедің? Сен менің сұлу келбетімді құрттың ғой. Кешіріңізші. Сен кімсің өзі? Мен туфлимді бұчыт қыласын, түрімді бұчыт қыласын, монофлаустың шынымен не істеп жүрсің сен? Мен бұл жердің бастық екенімді білесің бе? Бұл стажер ғой. Бүгін ғана келді. Стажер? Стажер? Құтты болсын стажер. Бүгіннен бастап бұл жерде істемейсің. Табанымды жалтырат монофлаустан. Кешіріңізші. Өтінем, мен сізді дұрыс түсінбей қалдым. Маған міндетті түрде осы жұмыс керек. Мына бейшараның бәрін бүлдіріп ап енді өңіреп отқанын қарасашы. Жарайды, шыққысы келмесе шықпай-ақ қойсын. Сені осы жерден өзіңе қашып кететіндей қыламын. Тұр. Жақсы. Сен жұмысқа қабылдандың. Рахмет. Сен жұмысың таңғы 5-те басталып, түнгі 3-те аяқталады. 24-те 7 очереде жұмыс істейтін боласың. Және флористпен қатар полды да жуасың. Бүкіл қара жұмыстың барлығын сен істейтін боласың. Жақсы ма? Шынайы сезім арамызда, кешір жаныма қолымнан ұста. Кешіп қалдым ба деп ойласам. Қайда жүрсің? Сағатқа қарасашы, 5:02 болды. Жұмысқа 2 минутқа кешіктің. Сол үшін зарплатаның 20% ұстап қаламын. Ал қазір жұмысқа кірісе бер. Кетпеші қасымнан аңсап күткен арманым, өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым. Бір сен едің ақ құлар ішінен қалап сүйіп таңдағаным. Барлығын қайтадан жуып шығып кір мына жерге. Мәңгі солмас гүлегім, арманымда сенсің әппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар. Қазір осы бүкіл гүлдердің суларын ауыстырып шық. Ұқтың ба? Мен жаңа ғана ауыстырдым ғой. Еще тағы да бір рет ауыстыр. Вообще свежий болып тұрсың гүлдер. Әлі істегің келмей ма? Иә, қазір ауыстырам. істеп жатсың? Қате ғой бұл.
асын кескенде былай 45 градустан кесесің. Сол кезде оған су жақсырақ баратын болады. Жамыр жауып тұрма. Не істеп отырсың? Мен найзағайдан қорқам. Неге? Мен кішкентай болған кезде біреулер ұрлап алып кеткен. Сол кезде 3 күн бойы тоқтамай найзағай соғып жаңбыр жауған. Жанында менен жасты кішкентай бала болған. Егер де ол болмаса, мен қазір тірі болмаушы едім. Сонда бұл сол қыз ба? Шынайы сезім арамызда, кешір жаныма қолымнан ұста. Гүлім, тоқташ, мынаны қара. Бұл не? Бұл алдында сен құртып тастаған туфлидің бағасы. Енді сен маған 5 миллион теңге қарызсың. 5 миллион? Менде ондай ақша жоқ. Қалай қайтарам ол ақшаны? Енді қарыз төлеудің әртүрлі жолдары бар. Енді сен бүкіл менің айтқанымды бұлжытпай орындайтын боласың. Кеттік. Қайда? Көресің? Аттракцион? Сен неме кішкентай баласың ба? Енді сен маған қарызсың ғой. Қарызыңды өте. Мен әнеуір аттракционға отырамын. Мен что-то қарным ашты. Маған жареный картошка алып келіп берші. Картошка? Иә. Бұл сен маған қарызсың ғой, давай. Әрең таптым ғой. Маған лучше мороженое алып келші, лучше. Мороженый? Қарным ашып кетті ғой. Біз мұнда не үшін келдік? Сен менің сотрудницамсың ғой, ал менің сотрудниктарым идеально киіну керек. Сол үшін давай саған бүгін есі дұрыс киімдер аламыз, иә? Бірақ мен саған қоятын бір талабым бар. Ешқандай заттың бағасына қарама. Мынау неме? Каспий номер ма? Бұл оның бағасы. Мынау қымбатпен ала алмаймын. Мен саған айттым ғой, ешқай заттың бағасына қарама. Сен маған уақытыңды құртасың, ал ақшаны мен құртамын. Осыдан екеу алсам болады. Сүйген жүрек саған асыққан. Рахмет саған. Бүгінгі күн негізінде күшті өтті. Мен сені бір қырсық, тупой деп ойлағам, бірақ жаман емес адам екен. Мен саған бір маңызды нәрсені айту керекпін. Ау? Сен шынымен мені танымадың ба? Ау, түсінбедім. Ертең жұмысқа уақытылы кел. Кешіксең зарплатаны ұстап қаламын. Жарайды. Сау бол. Қызып, ол маған мені танисың ба деп не айтпақшы болды екен? Шынайы сезім арамызда, кешір жаныма қолымнан ұста. Қайда алып келіңіздер, мені кімсіздер сіздер? Сен бе менің баламның басын айналдырып жүрген кедей сүмелек? Мен сіздің балаңыздың басын айналдырып? Менің баламды жайына қалдыру үшін қанша 10 миллион теңге жететін шығар? 10 миллион? 10 миллионға балаңызды ұмытып кетем ғой, әпше, танымай кетем ғой. Сен сияқты кедейлерді көндіру сондай оңай. Менің балам сені шынайы жақсы көріп жүр деп ойлама. Сен жай ғана оның кезекті ойыншығысың. Иә, кедей екен рас, бірақ бай болсаңыз болды, кез келген нәрсе қолыңыздан келе береді деп ойлайсыз ба? Ақшаңыз да, балаңыз да қажет емес. Сен сияқты кедей маған дауыс көтеруге қалай дәтің барады, а? Жоғал! Уайымдамаңыз,
Енді балаңыздың жанында көрмейсіз. Бесплатно. Гүлім, сен алдында айтып едің ғой, бұрын сені бір бала құтқарды деп. Негізі сол бала менмін. Сен мені танымадың ба? Міне мен бала кезім суреті бар. Жоқ. Бұлай болмас, басқаша қылып айту керек оған. Жайт қазір барып, бірдеңесін қылармын. О, Гүлім, қалайсың? Кеше күшті қыдырдық, иә? Мен негізі саған бір маңызды нәрсе айтайын деп едім. Мен Бастық, сіз кішкене артық келіп жатқан сияқтысыз. Кешегі сыйлықтарыңыз барлығы үшін рахмет, бірақ сіз маған ұнамайсыз. Екеуміздің арамызда ештеңе бола алмайды. Прикинь, мен бастықтың кішкентай кезіндегі фотосын тауып алдым. Ол сұғы бала ма? Гүлдәурен мырза қайда? Кореяға көшіп бара жатыр ғой. Қазір 10 минуттан кейін ұшу керек уже. 10 минут? Иә. Өмір бойы сүйген адамым тура жанымда жүрген екен ғой. Ол маған қашанда қамқор болды. Еще ол бай. Мен сенен қайтсем де айырылып қалмауым керек. Үлгермей қалдым ба не? жұмыс уақытында не істеушісің? Әлі зарплатаңнан ұстап қалайын ба? Сен әлі кетпедің ба? Сені тастап қалай кетем? Сен неге маған айтпадың? Мені құтқарған бала сен екенін? Енді жігіт деген загадочный болу керек қой. Қазір 1 минут, е? Ол қайда жүр? 1 минут. Назеке, алып келдім. Қайда жүрсің? Сен қай уақытта келдің? Сен Орландскіден шыға алмай қалдың. Гүлім, саған көптен бері айта алмай жүрген едім. Менің қызым боласың ба? Иә. Шынайы сезім арамызда, кешір жаныма қолымнан ұста. Қиындық болса да жолымызда, тек сен